Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар. Мен Бейсенқұлова Перизат Саматқызы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, нөмірі 60-шы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Баршаңызды ұлы жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймын. Сұрапыл соғысқа қатысып, болашағына бейбіт өмір сыйлаған батырларымызға, ардагерлерімізге алғысымды айтамын. Сырбай Мәуленовтың өлеңі «Соғыстан қайтқан солдаттар». Жаутаңдап қарап, дала тұр. Көз жасын сүртіп, жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып, ана жүр. Қан сүйдің ұрлап адамын, қан сүйде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың? Соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орынды. Батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолыңды. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарым арудың? Соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған ана жыл. Көкемді айтпай танырмын деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкесін? Соғыстан қайтқан солдаттар қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы салдоқтар. Барады үнсіз түнері, соғыстан қайтқан солдаттар. Қан майданда отан үшін отқа түсіп, жер үшін жанын пида еткен батырларымыздың есімі еш қашанда ұмытылмайды.